мен, ініммен, сіңіліммен бүгін біз я немесе жоқ деген ойынды ойнайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Достарым, ол үшін бізге осындай наушникпен және телефон керек. Біз бірінші наушникті бір адам тағады және де оған музыка қосамыз. Біздің анамыз бізге бір сұрақ береді, бірақ біз анамызды естімейміз. Осын біз я немесе жоқ деп айтамыз. Менің ағаларым, інілерім жиналды. Енді біз бірінші сулифа ойнаймыз. Кім сулифада ұтар, сол болады. Давайте. Чинга, чикс. İki otlaka bir iki. Чинга, чикс. Чинга, чикс. Oo, avukayım. Қазір аука мен Birinci Abdurrahman інің бастайды. Мен ініме музыка қосып беремін. Наушникпен мама бір сұрақ қояды және де аука я немесе жоқ дейді. Дауысын қатты шығарып істейсіңдер да. Дауысын қатты шығарыңдар. Қосыңдар. Ұстап қалды ма? Так. Дайынсың ба? Тыңдауға болмайды. Сендер не істемеңдер. Музыка. Так, бізде Нұрайлым, Аянат, Абдрахман, Аиша. Ойынды бастаймыз. Міне басталды. Мен музыка қосып қойдым, бізді естімейтін. Абдрахман, естіліп тұрсың ба? Естімейді екен. Так, сендер қастарына тұрыңдар. Да, мен қазір сұрақ қоям, сен я или жоқ деп жауап бересің, я? Так. Я или жоқ? Так. Я. Әлі сұрақ қойған жоқ дейді. Әлі емес. Сен мама үйде болмағанда бірдеме бүлдіресің ба? Сен қарындасыңды ұрасың ба? Қарындасыңды ұрасың ба? Так. Жоқ, я немесе жоқ дейсің. Я. Так, сен бүгін сабақтан 2 алдың ба? Сен бүгін өзі біледі ғой? Так, Аянат тиме. Так, Абдрахман, сен бүгін нан жедің ба? Тамақ жеген жоқсың ба? Так, мектепке бардың ба? Ау, молодец. Так, сен папаңмен қыдырдың ба? Так, Нұрайлымға ұрыстың ба? Так, болды, Абдрахман. Болды. Керемет, абудым. Айшаның ағасы, Аянат. Шуламандар. Аянат дұрыстап тақ құлағын. Ана дұрыс салған жоқ, құлағын дұрыс салған жоқ. Ашып жауап берме, ана істемей қалады. Тұлып тұрады максимально. Максимально тұлып тұрған аша айтайын. Бет көрмеген ол доказы тұлып тұрады. Абдрахман, отче баланың жеге бар. Ажақ қолмес бана тұрады. Ол естіліп қатты жаңағыдай. Сигман бой. Қаралып сәлемсінен, не ғой? Я реклама болып жатыр дейді. Так, бізде Абдрахман ойнады. Естіліп тұрсың сөйлегендер әлі маған. Сөйенді өжді білейін. Та бастаймыз келесі Айшаның ағасы, Аянат. Так, Аянат, сен туалетке бардың ба? Жоқ. Так, сен қарындасын ұрдың ба? Я. Так, Аянат, сен нан майды жейсің ба? Я. Аянат, сен сабақтан қаштың ба? Жоқ. Аянат, сен өтірік айттың ба? Я. Аянат, сен... Так, бүгін биледің ба? Жоқ. Ұйықтадың ба? Я. Тамақ іштің ба? Жоқ. Бүгін тамақ ішпепті Аянат. Значит, аш деген сөз Аянат. Так, бүгін не істедің? Туалетке бардың ба? Жоқ. Бармайсың ба туалетке вообще? Вообще бармайсың ба туалетке? Жоқ. Так, жарайсың, келесі өте бізде нағыз біздің өздерінің каналы Қайрат Айшаны қарсы аламыз. Айшаны қазір алдаймыз. Я или жоқ дейміз да? Әлі бастаған жоқпын, тұра тұр. Сен бүгін 2 алдың ба? Я. Жақсы болған. Сабақтан қаштың ба? Жоқ. Нұрайлымға ұрыстың ба? Я. Жақсы болған. Тамақ көп жедің ба? Я. Сен бүгін тақпақ айттың ба? Я. Сен... Так, бүгін бұзық істедің ба? Жоқ.
Сен бүгін Иә. жұмыртқа жедің ба? Иә. Сен бүгін әдемі көйлек кидің ба? Иә. Сен бүгін туалетке барып қойдың ба? Естіп тұрсың ба? Айттым оны жай Естіп тұрсың ба? Естіп тұрсың ба? Жоқ. Райлым, сен үштесің ба? Папаң қызсың ба? Мамаң қызсың ба? Ай, жаным. Осын папасына көрсетіп. Папаң қыз емессің ғой, иә? Мамаң қызсың ба? Кімнің қызы? Банан жедің ба? Сосын тәте ұрды ма сені? Ағашы? Аға да ұрды ма? Те папаң қыз емессің ба? Папаң қызсың ба? Папаң қызсың ба? Сен естіп тұрсың ба бізді? Папаң қызсың ба? Так, сен бесте емессің ба не? Үштесің ба? Сосын әйел көйлек кидің ба? Сен бүгін шоколад жедің ба? Әжені жақсы көресің ба? Атаны ше? Папаны ше? Ағаны ше? Сен айтпа жеш. Так, сен папаны жақсы көресің ба? Әжені ше? Атаны ше? Атаны ше? Маманы ше? Маманы ше? Папаны ше? Жарайсың, молодец, жарайсың. Ойын осымен аяқталды, достар. Кімдердікі жақсы шыққаны, кімдікі ұнағанын лайк басып, комментарий жазып айтып кетіңдер. Сіздерге тағы да осындай отбасылық видеолар сіздерге түсіріп бере аламын. Всем пока! Пока!